Сәлеметсіз бе, ұстазым Айранбай Семдуллаевич. Сізді көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет. Және де қысқаша өмірбаяныңыз туралы айтып кетсеңіз. Сәлеметсіз бе, шәкіртім. Енді ұстаздық жолы 40 жыл болыпты қазір. 40 жылдан асып бара жатыр ұстаз болғанымызға. Негізі біздер мына Өзбекстан, Қарақстан Республикасы деген жерде туылып өстік. 1962 жылы туылып өстім. 1979 жылы 10-шы сыныпты бітірдік. Сол жылы Нөкіс мемлекеттік университетінің тарих география факультетінің сол географияның мамандығына оқуға түстік. 1984 жылы сол үздік дипломмен университетті бітіріп шықтық. Сол бітірген жылы сол өзіміздің бітірген мектебіне сол мұғалім болып бардым. 1993 жылы Қарақалпақ мемлекеттік университетіне география кафедрасында аға оқытушы болып жұмыс істедім. 2014 жылы сол мынау өзіміздің туылып өскен жерімізден атамекенімізге Қазақстанға көшіп келдік. Сол Қазақстанда бізде алғашқы рет қалада нөмір 8-ші мектепте, соңғысы мұнайдағы 12-ші мектеп ашылғалы, осы мектепте сол география пәнінен сабақ беріп келе жатырмыз. Қазір 40 жылдан астам ұстаздық жолында еңбек етіп келе жатырмыз. Сізге қысқаша сұрақтар қойып кетсем, бірінші сұрақ, ұстаздық жолды не себепті таңдадыңыз? Негізгі біздер оқыған уақытта мектептің 80% мұғалімі ер адамдар еді, ер адамдар көп еді. Сол уақытта біздерде мынау география сабағынан келген Байжар аға, мына химия сабағынан Нұрекенов Ұзақбай аға, кейін биологиядан Баймбетов Қуанышбай аға, көптеген сол ұстаздарымызға еліктеп, сондай сабақты әдемі өтеді, костюм, галстук тағып келеді. Сондықтан сол ұстаздарымызға қызықтық. Және менің әкемнің інісі Серікбаев Исметулла. Енді оны біз көке дейтін едік. Сол көкеміз де математикадан мұғалім еді, өте күшті мұғалім еді. Сол көкеміздің несі бір жағы соған еліктеп, және мына ер адамдар сол уақыттағы ұстаздарымызға еліктеп, сол қызығып ұстаздық жолын таңдадық. Және тағы сұрақ қойып кетсем, сіздің өз балаларыңызда көбісі мұғалім мамандығын таңдаған. Сондықтан сіздің сол мамандық таңдауға ықпал еттіңіз бе? Негізі біздер ұстаздар шаңырақ десек болады. Менің жолдасым да мұғалім болып орыс тіліне сабақ береді. Сол 93 жылдан бастап университетте география кафедрасында мұғалім болып жүрген жылдары мына маман дайындауда сол өздеріміз бізден мектеп программаларын жақсы білгендіктен сол репетитор болып, сол жастарды мамандыққа дайындадық географияға. Сол жүргенде өзіміздің балдарымызға да сол мына географияға дайындап, өзімнің үлкен балаларым. Сол менің жолымды қуып, сол география университетке кірді. Қызым сол уақытларда ағылшын тіліне қызығып, сол университеттің ағылшын тілінде оқыды. Демек, біздер де сол балдарымыздың мұғалім болып, сол жолды таңдауына белгілі бір бағыт бердік, соларды тәрбиеледік негізінде. Тағы сұрақ қойсам, егер ұстаздық мамандығын таңдамағаныңызда қандай маман иесі болады едіңіз? Негізі мен басқа мамандықты енді көз алдыма келтіре алмаймын. Негізі мына екінші өкіл берсе, және қандай мамандықты таңдар едім дегендей, айдан келген ұстаздықты таңдауы мүмкін. Сол мамандықты өзім жақсы көреміз. 40 жыл соның дамы етіп еңбегім сіңді деген. Жақсы, сұхбат бергеніңіз үшін көп рахмет. Сізге де рахмет.
оқуларда табыстар тілейміз. Алланы дейді ғой енді, облыстың білім басқармасынан алған алғыстарымыз. Мынау енді облыстық мұғалімдердің олимпиадасы болды, географиядан сода бірінші орынды алғандар дипломымыз. Мынау енді мектептегі жетістіктер, аудандағы жетістіктеріне. Мынау аудандық жетістіктер, мынау да аудандық жетістіктер. Мектептегі жетістіктер бар. Және мына семинарлар өтті, солардағы сертификаттар, алғыс хаттар, мынау жаңағы үздік педагог деген, мұғалім деген, мынау кейде жаңағы мектепшілік ақындар айтысында қатысқанбыз. Сәлеметсіз бе, Рошан Әбішқызы. Сізбен танысқаныма қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Бізбен осы сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет. Сау бол. Сізге қоятын бірінші сұрақтарым бар еді. Сіздің ұстаздық жолын таңдауыңызға не себеп болды? Менің ұстаздық жолын таңдауға өзімнің ұстазым Қалапыр Ержанова деген апайым ықпал еткен. Сіз осы Майрамбай ағайымызбен қалай таныстыңыздар? Екеуміздің жолымыз бір болғасын, мектепте жоғары оқуын бітіріп келгесін, екеуміз сол мектепте жұмыс жасаған кезімізде танысқанбыз. Сізге осы ұстаздық өмірі мен келіндік өмірді қатар алып жүру қиынға соққан жоқ па? Жоқ, қиынға соққан жоқ, себебі ағайыңыз сол менің өмірлік жолдасым, маған өзінің өмірде көп көмегін берген, соның арқасында мен қиналған жоқпын. Сіздердің балаларыңыз, әулеттеріңіз барлығы ұстаздық жолда екен, және де солардың осы мамандықты таңдауына сіздер ықпал еттіңіздер ме? Иә, әрине. Үйде жұмысымыз да бір, ойымыз да бір, пікіріміз де бір болғасын, үйде келіп сол мектеп тұрмысын көп айтып отырғасын, балдарымызды соған қызықты ма, әрі қарап өмірлерін сол ұстаз жолымен жалғастырды. Ұлымыз, келініміз мұғалім, қызымыз мұғалім, солардың арқасында бәрі де ұстаздық жолын таңдап кеткен. Егер сіз мұғалім болмағаныңызда басқа қандай мамандық таңдар едіңіз? Ол кезде мен дәрігер болар едім деп ойлаймын. Бірақ мен ұстаздық жолын таңдағанмын. Осы сұхбат берген үшін көп рахмет. Отбасыңызға амандық тілейміз. Сау болыңыз. Рахмет, сау бол қызым. Саған да барлық жақсы күн тілеймін.